Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай Орео сметаник пирогын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттардың бәрін дайындап қойдым. Мен алдында сіздерге осы сметаник пісірген кездегідей тура солай қамыр жасайтын боламыз. Бір жұмыртқамызға құмшекерімізді қосып, алдын ала екеуін араластырып қоямыз. Құмшекер ери береді. Және де ыдысымызды алып, еленген ұнымызды, какаомызды, қопсытқышымызды, майымызды қосып, крошка жасайтын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер. Міне осылай майды қолмен езіп, ұнмен какао қосылған майды езіп крошка жасап аламыз да, жаңағы жұмыртқаны қосып қамыр илейтін боламыз. Басқа артық зат қоспаймыз. Осы жұмыртқамен осы жаңағы крошка жасалған қамырмен, бір жұмыртқамен кәдімгі қамырымызды илеп аламыз. Басқа артық зат қосып жүрмеңіздер. Қамырымыз дайын болды. Енді оны салафанға салып, кішкене холодильникке қойып алсаңыздар болады. Оған дейін біз ортасындағы начинкасын дайындайтын боламыз. Енді бұл жерде алдындағы сметаникке қарағанда қаймағы, жұмыртқасы көптеу болады. Өйткені Орео печеньеміз сұйықтықты өзіне сіңіріп алғандықтан сәл мөлшерін көптеу қыламыз. Барлық қосылатын заттар астында описаниеде жазылып тұрады. Сол жерден көріп, тура осы рецептпен жасасаңыздар әдемі шығады. Міне жаңағы қаймағымызды, құмшекерімізді, жұмыртқамызды, одан кейін жүгері крахмалын қосып алғаннан кейін осындай Орео печеньемізді бөліп арасына салатын боламыз. Енді холодильниктегі жаңағы қамырды алып, осындай табанымызға жайып, қамырымызды ортасына сол дайын болған начинкамызды салатын боламыз. Қамырды жазғаннан кейін вилкамен арасын тесуді ұмытып кетпеңіздер. Дайын болған начинкамызды ортасына салып, бетіне қалған печеньені сәндейтін боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Өте әдемі. Түрі де әдемі болды. Дастарханға осылай әдемілеп сәндеп қойсаңыздар